Бетбаев келгелі берекет кетті. Жамбылда ветеринарлар осылай деп әкімдіктің алдында шу шығарды. Сөздерінше салалық басқарма басшылығы мамандарды мәжбүрлеп қызметтен қуған. Одан қалса айлықты да кешіктіріп береді екен. Тілшіміз тарқатсын. Сырғаларыңыз жоқ. Сырға. Ертең сырғаны шілденің ыстығында әкелесіздер. Қойдың құлағы құртпайды. Елмен қырылатын біз. Мал дәрігерлері өзімізге маман жетпей жатқанда әріптестерімізді жұмыстан негізсіз шығарды деп отыр. Тіпті кейбірін мәжбүрлеп қызметтен қуған көрінеді. Соның салдарынан 140 адам жұмыссыз қалған. Қазір жұмыстан бәрі шығып кетті. Қазіргі таңда Қызыләут ауылында маман жоқ. Бұл кісілер шықсаңдар шыға беріңдер дейді. Ал енді кіріп істейін десең, план орындалмаған жағдайда айлық жоқ сендерге. План орындамайсыздар ма? Ал мен 4 адаммен оны орындап үлгере алмаймын. Салалық басқарма қысқартудан бөлек ветеринарларға айлықты да дұрыс төлемепті. Бірнеше айлап жалақыны кешіктірген. Одан қалса мал дәрігерлеріне зиянды вакцинамен жұмыс істеген үшін берілетін ай сайынғы өтемақыны әлі түсірмеген. 2 ай былтырда алған жоқпыз, 2 ай 3 айлап айлық алған жоқпыз. Көз жұмдық былтырда. Үндеген жоқпыз, мақұл дедік. Биыл тура осындай аппаратына осындай проблема болып отыр. Бақыт Бетбаев жұмысшыларды себепсіз шығармадым дейді. Өйткені бұрынғы басшылар бұл салаға мүлдем қатысы жоқ адамдарды жұмысқа алған. Сондықтан сол мамандармен қош айтысуға тура келді деп отыр. Бір машинеге 2 көлік жүргізуші керек па? Бір мекемеге 2-3 еден жуушы керек па? Жоқ, болмаса артық қарауыл керек па? Соның бәрін біз оңтайландырып, осы ветеринарияға қатысы бар азаматтарды ғана сол жерде қалдырдық. Жауаптылар қысқартуға ілінгендер қайта жұмысқа алынбайды деп кесіп айтты. Себебі солардан үнемделген қаражатқа жұмысшылардың жағдайын жасамақшы екен. Дәурен Доғдырбай, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан.